Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі жаңа рецептіміз бұл қарбыз қабығынан осылай мармелад және де варенье қылып жасаймыз. Қараңыздаршы, әрі мармелад, әрі варенье болып шыға келеді. Мінекей, түрінен айтып тұрған шығар, иә? Енді бұл рецепті түсіну үшін өткізбей, асықпай түсініп қарап алыңыздар. Себебі рецепті барысында барлық қалай пісіруі, қалай дайындалуы барлығы рет-ретімен айтып отырылады. Мінекей, ол үшін бізге осындай қарбыздың қалыңдау қабығы қажет. Қалыңдау болса, өте керемет болып шығады. Кейбір қарбыздардың қабықтары жұқалау болып келеді ғой. Осындай қалыңдауын таңдап алыңыздар да, өздеріңізге осылай ыңғайлы етіп кесіп, сосын қабығынан ашып тазалап аламыз. Осылай беттің жағындағы қатты қызыл нелерінді алып тастаңыздар. Қатты қырып алып тастамасаңыздар да, бетіндегі қызылды шамалы алып тастаған дұрыс. Мінекей осылай. Осылай кішілеу етіп бөліктерге бөліп алсаңыздар, ашу оңайлау болады екен. Негізі бұл вареньені мен алғаш рет жасап тұрмын. Қалай шығады екен, бірге қарап көріңіздер. Осылайша барлығын тазалап алдық. Бұл жерде менде 1 килограммдай осылай қабық бар. Енді осыны жақсылап бір жуып аласыздар, ашып алғаннан кейін. Қазір майдалап ұсақтап турап шығатын боламыз. Мінекей, көрдіңіздер ме? Қатты ұсақтап жүрмейсіздер, осындай орташа қалыңдықта етіп турап аласыздар барлығын. Мінекей, барлығын турап алдық. Енді осы 1 килограмм қарбыз қабығына мен 800-700 граммдай осылай шекер қостым. Негізі кейбіреулер 1 килограммға 1 килограмм шекер қосып жатады. Маған қатты тәтті болған онша ұнамайды. Шекердің дәмі келіп қалама деп осылай аздау етіп қостым. Қазір көреміз піскен кезде дәмін. Осылай араластырып су құясыздар. 1-2 кесе су құйдым. Кәдімгі орта кесемен. Енді осыны бір жарты сағатқа қалдырамыз. Міне жарты сағат уақыт өткен екен, газға қойдым. Қазір қайнап шыққанға дейін газды жоғары отқа қоямыз. Маған осы су аз сияқты болып көрінді, өйткені қараңыздар, қабық ешқандай батып тұрған жоқ. Ол қайнай келе шекер кәдімгідей бір қоюланып, бір шекер түрінде болып қалатын сияқты болды да. Міне суды тағы да құйып жібердім. Енді міне көз жобасымен қарап алыңыздар. Осылай қарбыздың қабығы мен су бетпе-бет болып тұрды. Міне қайнап шықты. Қайнап шыққан кезде енді осының бетіндегі міне көбіктерін алып шығамыз.
көбіктерін алып алғаннан кейін астын баяу отқа қойып 10 минутқа қайнатамыз. 10 минуттан артық қайнатпаңыздар. Міне 10 минут уақыт өтті. Қараңыздар, осылай қайнап шықты. Енді осының бетін жауып 1 сағатқа қалдырамыз. 1 сағаттан кейін тағы да аламыз да, мінекей. Қараңыздар, түсі өзгеріп, осылай өзгеріс болды. Енді осыны тағы да бір қайнап шыққанға дейін қатты отқа қойдым. Газдың астын жоғары қойып, қайнап шыққаннан кейін астын тағы да баяулатып қоясыздар да 10 минут қайнатасыздар тағы да. 10 минут қайнап шыққаннан кейін міне шамалы қоюланды, байқасаңыздар. Осылай мармелад сияқты болып шыға келді. Енді осыны бір түнге қалдырамыз. Немесе күндіз күн жасасаңыздар, бір 7-8 сағатқа қалдырыңыздар. Осылай бетін жауып қойыңыздар да, мен бір түнге қалдырдым, азанға дейін. Міне, бір түн таң азан, қараңыздар, осылай қоюланды кәдімгідей. Енді осыны тағы да жоғары отқа бір қайнатамыз. Бір қайнағаннан кейін астын баяу қойып, тағы да 10 минут қайнататын боламыз. 10 минуттан артық қайнатпаңыздар. Міне 10 минут қайнауға қойған кезде, енді әлі қайнаған жоқ, мен осылай жарты лимонның соғын қостым. Егер лимон болмайған жағдайда, сіздер бұны лимонный кислотамен орнын ауыстыруға болады. Осылайша 10 минут қайнатып аламыз. Міне 10 минуттан кейінгі жағдай міне осылай болып тұр. Енді осыны стерилденген банкаларыңызға жауып алсаңыздар болады. Қаласаңыздар қысқа сақтап, немесе осылай кішкентай балапандарыңызға дайындап беріңіздер. Мармелад, варенье деп. Енді мен 1 литрлік банка жауып алдым. Одан бөлек тағы да 2-3 осындай ыдыста қалды. 2-3 кесе болып. Бұны суыны қатты қою қылып жабудың қажет жоқ. Шекер болып, андай шекердің дәмі келіп қалады. Сол үшін осылай сулы болған дұрыс негізі. Тұрған кезде ол одан тағы да қоюлана шыға келеді. Сол үшін қатты қою қылып жаппаңыздар. Ол кезде суы шекерге айналып, ашқан кезде, банкаларыңыз ашқан кезде бір тек қана шекер жеп атқан сияқты боласыздар. Сол үшін осылай орташа сұйықтықта жасап көріңіздер. Лимонның